Солтүстік Қазақстан облысының полицейлері синтетикалық есірткілерді шығарып келген шағын лабораторияны жойды. Мұнда есірткіні интернет арқылы сату мен жасырын жерлерде қалдыруға дейін қарастырылған. Ағымдағы жылдың басында полицейлер назарына бірнеше жас жігіт ілігеді. Олар Петропавл қаласының аумағында синтетикалық есірткілерді таратып келген. Ақпан айының басында есірткіні жасырын орынға салмақ болған күдіктілердің бірі ұсталған болатын. Стоять! Полиция! Держи руки! Руки держи! Управление по противодействию наркопреступности, капитан Муканов. Тінту кезінде одан 15 сүйклок пен түйіншекті тәркілеген. Сараптама анықталған зат ең қауіпті синтетикалық есірткілердің бірі мефедрон екенін көрсетті. Понятые, ближе подойдите. В левом нижнем наружном кармане имеется вот такая вот сверток зеленого цвета. Пояснить можете происхождение данного свертка? Происхождение? Да. Откуда он у вас? Это не мое. Это не ваше? Можете пояснить, что это? Я не знаю, что. 18 грамм 74 миллиграмм. Синтетикалық есірткілер үшін аса ірі мөлшер 3 граммнан басталады. Бұл синтетикалық есірткілердің қаншалықты қауіпті екенін көрсетеді. Дей тұрғанымен, көп ұзамай ұсталған жігіт жедел уәкілдердің оның кәсібі туралы жақсы хабардар екенін түсініп, түсініктемелерін өзгерткен. По всяким закоулкам ходил, раскладывал, в снег ложил. И вот, получается, ну вот так вот. Закладки делал, то есть, да? Угу. А где брал свое? Через интернет. Күдіктінің айтуынша, ол жұмыс істеп, қосымша табыс тапқысы келген. Осындай хабарландыруды тауып, көрсетілген мекенжайға телеграм арқылы жүгінген. Бірақ оған мүлдем басқа жұмыс ұсынылған. А ты знал, что это незаконно? Что незаконно, да, они предупреждали. Но все равно каким-то мошенническим способом они заманили, каким-то уговором, там это, что, ну, у нас там типа несложно, это легко, ты сюда сможешь, ты сюда. Вот. А ты сам употребляешь наркотики? Сам нет, не употребляю, никогда не употреблял. Көп замай полиция осы желінің ұйымдастырушысын ұстады. Бірінші ұсталған жігіт тауарды осы кісіден алған. Сатушының жалдамалы пәтерінен тәртіп сақшылары есірткі өндіретін шағын зертхана мен дайын өнімді 160 грамм синтетиканы тапты. Аталған факт бойынша Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 297 бабы 3 бөлігі бойынша қылмыстық іс қозғалды. Ұсталғандар Петропавл қаласы полиция басқармасының уақытша ұстау изоляторына қамалды. Басты фигурант есірткі сататын интернет дүкеннің жұмысын жүргізді деген күдікке ілінген. Жыл басынан бері солтүстік қазақстандық полицейлер осымен екінші есірткі лабораториясын әшкереледі. 3 келіге жуық синтетикалық есірткіні тәркіледі.